Ой, записьті қоса салайын. Қайырлы кеш барлықтарына. Мен есімім Ақтолқын, математикалық сауаттылықтан репетитор боламын. Барлық 10-11 сыныптарды осы ұбт-ға дайындаймын. Ендеше уақытымызды жоғалтпай, сразу нұсқа талдаудан бастап кетейік. Бүгінгі біздің талдайтын нұсқамыз ол 11-36 нұсқа. Бірінші есеп. Санжар бір сан жасырды. Егер ол санға 5-ті қосып, қосындының мәнін 3-ке бөліп 4-ке көбейтіп, шыққан мәннен 6-ны азайтқанда 14 шығады дедім. Так, бұндай есепті біз керісінше шығарамыз. То есть қараңдар, нәтижесінде бізде 14 шығады. Қандай саннан 6-ны азайтқанда 14 шығады. То есть біз түсіндіре саласыз ба? Так, 14-ке 6-ны қосамыз, е? То есть наоборот шығарамыз барлығын. Сонда 20. Енді қараңдар, 4-ке көбейтіп деді. 4-ке көбейтсе олар, біз барамызда оны 4-ке бөлеміз. Сонда 20-ны 4-ке бөлеміз. Бізде 5 шығады. Енді 3-ке бөліп олар бөлсе, біз оны көбейтеміз. Сонда 5-ті 3-ке көбейткенде 15 шығады. Келесі, егер ол санға 5-ті қосып, то есть олар 5-ті қосса, біз барамызда 5-ті азайтамыз. Сонда 15-тен 5-ті азайтқанда бізде 10 шығады. Санжардың жасырған саны D варианты болады. Так, келесі. 6, 4, 3 және 5 цифрларымен жазылған ең үлкен сан. Ең үлкен сан дегенде кему ретімен жазамыз. Кему ретімен жазғанда бізде былай болады. Бірінші 6, потом 5, потом 4, потом 3. Сонда ең үлкен сан ол 6543. Ең кіші сан дегенде біз оны өз суретімен жазамыз. Сонда бізде ең кіші сан ол 278. Егер осы сандардың айырмасы десе, бізге бір-бірінен азайта саламыз. Сонда 6543-тен 278-ді азайтқанда бізде 6265 шығады. Егер есепті түсінбей қалсаңдар, онда чатқа жазсаңдар болады. Сабақтың соңында барлығын қарастырамыз. Қазір просто зумда уақыт аз, содан кейін тез-тез түсіндіру керек. Келесі. Велосипедші 12 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жол жүрді. Егер ол жылдамдығын 2 есе кемітсе, осы жолды қанша уақытта жүріп өтетінін анықтаңыз. Бізде ключевое слово аяқта осы жолды дейді. То есть осы жолды табу керекпіз. Велосипедші басында S жол жүрді. S-тің формуласы V көбейту T. Сонда біз 12 км сағатты 4-ке көбейтеміз. 12-ні 4-ке көбейткенде бізде 48 шығады. Сонда ол 48 километр жүрді. Енді айтады, егер ол жылдамдығын 2 есе кемітсе, то есть 2 есе кемітсе деген оны бөлеміз. Басында 12 болды, 2 есе кемітсе, онда 6 километр сағат болады. Сонда осы уақытты табу үшін біз, то есть Т-ны табу керекпіз, ja? Т дегеніміз ол S бөлінген V. То есть 48 километр жүрді. Жылдамдығы 6 километр. Сонда бізде 8 сағат шығады. Жауабы D. Скрин істеп алыңдар. Үлгермей жатсаңдар. Төртінші есеп. Қорапта сандары бірдей қызыл, жасыл, сары және көк түсті барлығы 100 асық бар дейді. То есть бізде мынандай қорап болады, ішінде 100 асық болады. Енді қараңдар, сандары бірдей қызыл, жасыл, сары және көк. То есть әр қайсысынан бізде 25 асықтан бар. Например, мынандай бір қорап болады. 25 қызыл асық болады, 25 жасыл, 25 сары, 25 көк асық болады. Сонда әр қайсысынан бізде 25 асықтан болады. 25 сары асық, 25 қызыл асық, 25 көк асық
және 25 жасыл асық. Өйткені сандары бірдей дейді. Жасыл асық. Енді қарамай алғанда ішінде сенімді түрде барлық түстен кем дегенде бір асықтан болу үшін ең аз дегенде неше асық алу керек екенін анықтаңыз дейді. Бізде, например, міндетті түрде 4 асықта болу керек. 4 разноцветный асық болу керек. Біз қорапты ашамыз, 25 штугын аламыз. Именно оның бәрі жасыл болып қалды дейік, значит, біз 25-ін алып тастадық. Енді 25 қызылын алып тастадық. Сонда 50 асық уже қораптан алып тастадық. Енді тағы да 25 көк асығын алып тастадық дейді. Сонда 75 асықты уже коробкадан алып тастадық. Енді біз біліп тұрмыз да, қалған 25 штук міндетті түрде ол сары асық екенін, өйткені уже бәрін алып тастадық. Сонда 76-шы болып біз сары асықты аламыз. Сонда әр қайсынан көктен де бір цвет бар, кем дегенде, жасылдан да кем дегенде бір цвет бар, қызылдан да кем дегенде бір цвет бар, и көктен де кем дегенде бір цвет бар. Сонда біз барлығы 76 асық алу керек екенбіз. Жауабы А болады. Келесі 5-ші есеп қараңдар. Түзудің бойында М, К, Т және П нүктелері орналасқан дейді. Ой. Қазір 1 минут. Біз бір түзу сызамыз. Түзу сызамыз. Ол жерде М, К, Т және П нүктелері орналасқан. П нүктесі М мен Т дейді. Допустим, наяқта М тұрса, наяқта Т тұрса, онда П нүктесі ол екеуінің ортасында орналасқан дейді. Значит, П екеуінің ортасында орналасады. Келесі, К нүктесі М және П. Мұны М тұр, мені П тұр, К екеуінің арасында орналасқан дейді. То есть, К-ны екеуінің арасына қойып қоямыз. М нүктесі сол жақ шетінде дейді. То есть, М сол жақта тұр. Бұл дұрыс. Онда нүктелердің орналасу ретін анықтаңыз. Бізде бірінші М, потом К тұр, потом П тұр, потом Т тұр. Сонда М, К, П, Т тұрады деген сөз. Осыларды жазып алыңдар, мен чатты бір қарап жүрейін. Бірінші есепті қайта түсіндіріп жібересіз бе дейді. Қазір сабақ соңынан кейін сақталады эфир, содан қайта қарап көрсеңіз болады. Так, келесі. Или именно, мысалы, бір есепте қай жері түсініксіз, именно сол жерін сұраңдар. Егер прям қайдан алынды, мынау сан қайдан шықты деп сұрасаңдар болады. Егер үлгермей қалсаңдар, онда эфир сақталынады, қорыққандар. Келесі. 6-шы есеп. Төмендегі суретте апта күндерінде дүкенде сатылған Қазақстан шоколадының сатылу графигі көрсетілген. Сатылған шоколадтардың арифметикалық ортасы дейді. Арифметикалық ортасы деген ол барлығын қосамызда, неше сан бар, соған бөлеміз. Қараңдар, дүйсенбі күні бізде 200 шоколад сатылған. То есть, міне 200 бен аяқталып тұр, значит, понедельник күні 200 шоколад сатылған. Сейсенбі күні 500 шоколад сатылған. Сәрсенбі күні 400 шоколад сатылса, бейсенбі күні 100 шоколад сатылған. Жұма, сәйкесінше мынаяқта 300 деп тұр, значит 300. Енді арифметикалық ортасын табу үшін барлығын қосамызда, оны 1, 2, 3, 4, 5. 5 апта бар, 5 күн бар, соған бөлеміз. Жазамыз 200, қосылған 500, қосылған 400, қосылған 100, қосылған 300, бөлінген 5. Так, 200-ге 500-ді қосқанда 700, 700-ге қосамыз, 300-ді 1000,
потом 100-ді, потом 400-ді. Сонда 1500-ді 5-ке бөлеміз. 1500-ді 5-ке бөлгенде бізде 300 шығады. Сонда жауабы В. В жауабы болады. Так, скрин істеп алыңдар. Келесі есеп. Тура жаңағы есепке ұқсайды, алдында шығарған. Жәшікте 6 қызыл шар, 4 ақ шар, 3 көк шар бар. Кездейсоқ алынған шарлардың ішінде 2 қызыл шар болу үшін жәшіктен кем дегенде неше шар алу керектігін табыңыз дейді. То есть бізге 2 қызыл шар алу керек. Тоже коробка бар. Коробкадан біз көзімізді жұмып деге 4 ақ шарды аламыз. Уже все. 4 ақ шардың 4-еуі де кетіп қалды деген сөз. Енді тағы да қолымызға көк шар түсіп қалды да. 3 көк шарды алып тастасақ, бізде уже 7 шар кетеді. Енді міндетті түрде 2 қызыл шар болу үшін уже қалған екеуін ала бересіңдер. То есть тағы да 2 рет алғанда сендер уже жәшікке қолдарыңды 9 рет салдыңдар деген сөз. Сонда бұл жерде жауабы Д болады. Келесі есеп. 8-ші есеп. Математикадан бақылау жұмысында 2 әртүрлі жеңіл есептер, 3 әртүрлі орташа деңгейдегі есептер және 2 қиын есептер ұсынылады. Құрамында қиындығы әртүрлі деңгейдегі 3 есеп болатын бақылау жұмысының әртүрлі нұсқаларын қанша тәсілмен құруға болатынын табыңыз дейді. То есть бізге әртүрлі деңгей берілген да? 3 оңай, 3 орташа, 2 қиын. Енді осылардан бізге бақылау жұмысының нұсқаларын жасау керек. Просто аламыз да оңайды көбейтеміз, орташаға көбейтеміз қиынға. И все. Оңай есептер бізде 2, орташа есептер бізде 3, қиын есептер бізде 2. Сонда 2 көбейту 3 көбейту 2 тең 12 болады. Сонда жауабы А екен. Келесі 9-ші есеп. Диаграммада сыныптан алынған қай спорт түрін ұнатасыз деген сауалнамаға жауап берген 36 оқушының жауабы көрсетілген. Неше оқушы жүзуді ұнататынын анықтаңыз. Графикке қарасақ, бізде градустармен тұр. То есть градустар деген шекесінде мынандай домалақтар тұрады. Градуспен берілген. Енді бір толық шеңберде бізде барлығы 360 градус бар. 360 градуста барлығы, оны 36 оқушы деп аламыз, қазір пропорциямен жазамыз. Онда 36 оқушы, ол 360 градус. Жүзуді ұнататын болсақ, 40 градусты табу керекпіз. Ол X деп аламыз. Бұл жердегі ескере кететін жайт, ол всегда, мысалы, 360 градус па, оның астына всегда градусты жазу керек. Сонда 360 градустың астына 40 градусты жазамыз, 36 оқушының астына X оқушыны жазамыз. Енді пропорциямен осыларды шығарамыз. То есть X-ті табу үшін біз 36 мен 40-ті көбейтеміз, де оны 360-қа бөлеміз. Сонда 36 көбейту 40 бөлінген 360. Мынау 0 мен 0 қысқарады, 36 мен 36 қысқарады да, бізде жауабы 4 қалады. Жауабы В. Так, келесі 10-ші есеп. Так. Шаруашылық бірлестігінде әрбір 30 бас малдың 12-сі жылқы, жалпы мал басы 220. Әрбір 11 жылқы 15 гектар жайылымдық жердің шөбін жейді. Шаруашылық бірлестігінде барлық жылқы қанша гектар жердің шөбін жейтінін табыңыз дейді. Тоже пропорциямен шығарамыз. То есть бізде қараңдар,
30 малдың 12-сі жылқы болса, онда 220 малдың нешеуі жылқы екендігін тауып аламыз. X-ті табу үшін 220 мен 12-ні көбейтеміз, оны бөлеміз 30-ға. Сонда бізде шығады 88. 88 шығады. Енді қараңдар, айтады, әрбір 11 жылқы 15 гектар. То есть 11 жылқы 15 гектар жердің шөбін жесе, 88 жылқы қанша гектар жердің шөбін жейді деген сөз. Тоже пропорциямен x-ті табу үшін 88 бен 15-ті көбейтеміз де, оны 11-ге бөлеміз. Қысқарады 8. Сонда бізде 120 қалады. Жауабы 120. Е жауабы. Скрин істеп отырыңдар, үлгеру үшін. Келесі есеп, 11-ші есеп. 7-ге бөлгенде қалдығы 2-ге тең болатын сандар тізбегінің жалпы мүшесінің формуласын анықтаңыз дейді. То есть, қазір мен 7-ге бөлінетін любой санды алып көрейміз. Например, 35 деген сан, я? Қалдығы 2 болу үшін мен оған 2-ні қосамын. Сонда 37 шығады, я? 37-ні 7-ге бөлгенде қалдығы 2 болып шығады. 35 бөлінеді да, соның қалдығы 2 болып шығады. Значит, плюс 2 деген жауаптарды қарастырамыз. Так. Енді 35 деген ол 7 көбейту 5. Сонда бұл жердегі n деп тұрғанымыз ол 5. 7-ні 5-ке көбейткенде 35, 2-ні қосқанда 37 болады. Любой санды алып қарастырсақ болады. Например, 6-ны қарастырайық, я? n-нің орнына 6 деп аламын. 7-ні 6-ға көбейткенде 42, оған қосқанда 2-ні 44 шығады. Сонда 44-ті 7-ге бөлсем, менде 6,2 қалдық шығады. Сол себептен де біздің жауабымыз А. Так. Келесі 12-ші есеп. Осындай белгілерінің әрқайсысы қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарының біреуімен сәйкестендірілген. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Енді, үшбұрыш либо көбейту, либо азайту, либо бөлу. Қараңдар, мысалы, мен қосу деп көрейін да, 6-ға 2-ні қосқанда 8, уже 8-ге, мысалы, 3-ті қоссам, 12 шықпайды, 11 шығады. Енді мен мынау домалақты көбейту деп көрейін да. Қосу деп көрейін. Или давайте көбейту деп көрейін. 2-ні 3-ке көбейткенде, так, 2-ні 3-ке көбейткенде 6, 6-ға 6-ны қосқанда 12. 4-ті 3-ке көбейткенде 12, 12-ні 5-ке қосқанда 17. Значит, домалақ ол бізде көбейту, үшбұрыш ол бізде қосу. 7-ні 2-ге көбейткенде 14, 14-ке 3-ті қоссақ 17 шығады. Сонда жауабы Е болады. Так, келесі есеп. Берілген 2 натурал санның біреуі екіншісінен 4-ке артық. Олардың көбейтіндісі 192-ге тең. Осы сандарды табыңыз дейді. Мына жерде атетеріне қарап отырсақ, барлығы бір-бірінен 4-ке артық та. Мысалы, 10 мен 14 4-ке артық. 14-ке 4-ті қосқанда 18, 12-ке 4-ті қосқанда 16, 11-ге 4-ті қосқанда 15. То есть, бүкіл варианттар келеді. Енді осы 2 санның көбейтіндісі 192 болатын варианттарды қарастырамыз. Например, 14-ке 10-ды көбейткенде 140 шығады. Бұл вариант бізде келмейді. Үстіп, бүкіл варианттарды бір-біріне көбейтіп отырасыңдар. Например, В вариантын қарастырайық. 18-ді 14-ке көбейткенде, 18-ді 14-ке көбейткенде бізде 252 шығады. Значит, В да келмейді. С-ны көрейік. 16-ны 12-ке көбейткенде,
Бізде 192 шығады. Сонда жауабы С болады. Осындай мына есеп. Так, келесі 14-ші есеп. Әмір базардан 10.500 теңгеге 5 балық, 1 күшік, 1 мысық сатып алды. Мысық күшіктен 2 есе арзан, ал 5 балықтың құнына қарағанда 3 есе қымбат. Мысық неше теңге тұратынын табыңыз дейді. Бұл есепті негізінде теңдеумен шешуге болады, бірақ ответтермен шешкен тоже оңай әрі ыңғайлы болып келеді. Бірақ шамалы көп уақыт кетеді. Например, А вариантынан бастайық. Мысық сонда 3150 теңге тұрады деген сөз. Енді қараңдар, мысық күшіктен 2 есе арзан болса, күшікті табу үшін біз 2-ге көбейтеміз. Өйткені мысық арзан болып тұр күшікке қарағанда. Сонда 3150-ді 2-ге көбейткенде менде 6300 шығады. 6300 деген бұл күшіктің бағасы. Өйткені мысық 2 есе арзан, қайталайын. 6300 теңге бұл күшік. Аяққа жасайын да, 6300 теңге ол күшік, 3150 теңге ол мысық. Енді қараңдар, 5 балықтың құнына қарағанда 3 есе қымбат дейді. Мысық қымбат. Значит, біз қазір 3150-ді 3-ке бөлеміз. 3150-ді 3-ке бөлсек, бізде 1050, ол как раз таки 5 балықтың құны. Енді осылардың қосындысы бізге 10.500 теңгені беру керек, себебі ол әмір осы базарда осы теңгені жұмсап кетті. Жазамыз күшік 6300 қосылған мысық 3150 қосылған 1050. Так, тез калькулятормен қосып тастайын. 3150 қосылған 6300 тең 10500, дұрыс. Егер мына 10500-ге сәйкес келмесе ответі, онда до конца В вариантын, С, Д, Е вариантын үстіп тексереміз. Главное, күшік 5 балықтың, мысықтың қосындысы 10.500 теңгені беру керек. Сонда ответі дұрыс деген сөз. Біздің А вариантымыз дұрыс. Келесі 15-ке кеттік. Тең қабырғалы үшбұрышпен шаршы арқылы периметрі 48 сантиметр болатын фигура салынған шаршының ауданын табыңыз дейді. Периметрін табу үшін мына жердегі қабырғалар санын қарастырайық. Бір қабырғада X, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 қабырғасы бар екен. Сонда периметрі 48 болса, 6 қабырғасы болса, әрбір қабырғасы 8 сантиметр деген сөз. Сонда мынау 8, мынау 8, мынау 8, мынау 8, мынау 8, мынау 8. Сонда қазір осы фигураның периметрі 48 болады барлығын қоссақ. Енді бізге шаршының ауданын табу керек. Біз шаршының табу үшін S-тен А квадрат деген формуланы қолданамыз. Ал шаршының қабырғасы, мынау қабырғасы 8 сантиметрге тең. Сонда 8-дің квадраты ол бізге 64-ті береді. Жауабы С. Так, келесі 16-шы есеп. Берілген фигураның периметрін табатын формуланы көрсетіңіз. Периметр деген ол жаңағы сол фигураны қоршап тұрған қабырғаларының саны. То есть қазір қоршап тұрған бүкілін тауып аламыз. Например, мысалы, бір жіпті ұстап, бүкіл мысалы үйдің айналасын айналдырып шығатын болсақ, онда бізде периметр шығады. Допустим, біздің жібіміз аяқта басталды. Көтереміз үстіне, жазып қоямыз. А қосу периметрді біреуін есептедік. Келесі Б мен жүріп шығады. Б қосу. Келесі дәл солай А мен жүріп шығады. А қосу.
Так, астына барады. С қосу. Төбеге көтеріледі. Д қосу. Аяқ берілмеген бізге, иә? Берілмесе, так, тастап кетейік. Дальше Д қосу. И дальше С қосу болады. Так, енді жаңағы тастап кеткенді қарастырайық. Тастап кеткен ол бізде мына жер. Мынаның барлық ауданы Б. Я? Ал бізге мынау екі шеті кесіліп тұр. Екі шеті кесіліп тұрса, мынау екі сыны азайтамыз деген сөз. То есть, мынау общий Б-дан, общий Б тұр ғой, да? Содан бір шетінен сыны кесіп алады, екінші шетінен де сыны кесіп алса, мына бізге ортасындағы қабырғаның ұзындығы беріледі. Сонда ол дегеніміз Б азайту С болады. Өйткені екі шетінен де кесіп алдық. Енді келемізде барлығын жинастырамыз. Қараңдар, бізде мысалы А-дан 2 штук бар. 1А, 2А. Қосылған. Б-дан тоже 2 штук бар. 1 штук, 2 штук. 2Б. Д-дан 2 штук бар. 1 штук, 2 штук. 2Д. Енді қараңдар, минус пен плюс всегда жойылып кетеді. Например, аяқта плюс С тұр ма? Аяқта минус С. Бір-біріне враг. Плюс пен минус бір-біріне враг. Дальше. На жерде то же самое. Плюс С, минус С. Сонда бізде 2А қосылған 2Б, қосылған 2Д қалды. 2-ні жақша сыртына шығарсақ, онда бізде А қосу Б, қосу Д қалады. Ол бізде А жауабы екен. Сонда жауабы А болады. Привет. Я Бог. Келесі 17-ші есеп. Төменде графикте бір сыныптың математика пәнінен емтихан нәтижелері көрсетілген болса, бұл ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз. Опять-таки арифметикалық орта. Микрофонды өшіре сал. Барлығын қосамыз да. Неше сан бар, соған бөлеміз. Допустим, на жерлердегі сандарды қосамыз. Бір сыныптың математика пәнінен. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Так, мен мына баланы шығара салайын, 1 минут. Так. Жалғастырайық. Төменде графикте арифметикалық ортасы, то есть айтады сендерге, мысалы 5 оқушы 60 балдан, например. Сендерде класстарда 5 оқушы НТ-дан 60 бал алды. Бір оқушы 60, екінші оқушы 60. Келесі, дальше 8 оқушы 40 балдан алды. 7 оқушының әрқайсысы 80 балдан. 3 оқушы 20 балдан деп кете береді. Сонда біз битіп табамыз. Қараңдар, 5 оқушы 60 балдан алса, онда олардың барлығы 300 бал алды ғой. То есть 5-ті 60-қа көбейтеміз. Сонда 5 оқушының барлығы 300 ұпай алған. Дальше, оған қосамыз 8-ді көбейтеміз 40-қа. Сонда сразу 320. Сонда 8 оқушы болады. 8 одноклассниктердің барлығы 40 балдан алып шыққан, барлығы 320 бал алады. Дальше 7 оқушы 80-нен то же самое. 80 деп 7 оқушы алады. Так, сонда олардың барлығы 560 ұпай алады. Қосылған. Так, 10 минут қалды дейді. Үлгереміз ғой, да? Келесі бізде 3 оқушы. Мына 3 оқушы 20 балдан алып дейді. Сонда 3 көбейту 20, ол 60. Қосылған. 2 оқушы 90 балдан алыпты, ол значит 180.
Осылардың барлығын қосып алайық. 300 қосылған 320, қосылған 560, қосылған 60, қосылған 180. Сонда олар 1420 балл алған. Общий адамдар 1420 балл алған оқушы. Енді соны барлық оқушының санына бөлеміз. Ол деген 5 қосу 8, 13 қосу 7, 20, 23 и 25. Сонда 1420-ны 25-ке бөлеміз. Болады 56-да 8, значит 17 бізде С варианты болады. С варианты. Келесі. Бірден 2 кубик лақтырылды. Мына жерде сразу жазып алыңдар. 2 кубик лақтырылса, обязательно 36-ға бөлесіңдер. Это везде так. 36-ға бөлесіңдер. 2 кубик лақтырылса. 2 кубик еденге түскенде, олардың көрсеткен цифрларының қосындысы 7 болу ықтималдылығы неге тең екенін табыңыз дедім. 2 кубикті лақтырасыңдар. Содан кейін сендердің әр кубиктің 6 жағы болады. Мысалы, бірінші кубик 1 деген жағымен түседі, екінші кубик 6 деген жағымен түседі. Сонда қосындысы 7 болады, е? Дальше, бірінші кубик 6 деген ұпаймен түседі, екінші кубик 1 деген ұпаймен түседі. Қосындысы 7-ні береді. То же самое, 3 түссе, 4 түссе, қосындысы 7-ні береді. Потом 4 пен 3 түссе, қосындысы 7-ні береді. 5 пен 2 и 2 мен 5. Сонда бізде барлығы бір жағдай 2, 3, 4, 5, 6 жағдай бар екен. Сонда 36-дан 6 деген вариант шығады. Немесе оны қысқартсақ 6-ға, онда 6-дан 1 шығады. Сонда 18 бізде Д варианты екен. Жалпы бұл жердегі ықтималдылықтың формуласы П тең М бөлінген N. N деген ол барлық жағдай, мүмкін болатын жағдай. М деген жаңағы, мысалы 7 болу ықтималдылығы деді ма? Сондай жағдайдың санын жазамыз. Так, келесі 19. Дүкенде сөмкенің бағасы М теңге тұрады, егер 3 жейдені П теңгеге және 2 шалбарды Q теңгеге алуға болса. Например, 3 жейдені П теңгеге және 2 шалбарды Q теңгеге. Значит, бізде 6 жейде дегеніміз, ол 2 П болады. Өйткені біз 3 жейдені 3 рубашканы П теңгеге алатын болсақ, соответственно, 6 жейдені 2 П-ға аламыз ғой. Сол үшінде 2 П деп жазам. Енді қарандар, 2 шалбарды Q теңгеге. 2 шалбарды, мысалда, 2 шалбарды 50 теңгеге алдық десек, значит, 6 шалбарды 3 Q-ға аласыңдар. 3 Q-ға, то есть, мынау 6-ны мынаған бөлесіңдер, и мына Q-ға көбейтесіңдер. 6-ны 3-ке бөлесіңдер, П-ға көбейтесіңдер. Сонда 2 П плюс 3 Q ақша жұмсалды деген сөз. Енді осыған М сөмкені сатып алатын болсақ, онда оны мен просто аламда бөле салам. Сол сөмкенің бағасына. Сонда бізде 19 С варианты шығады. 2 П плюс 3 Q бөлінген М. Так, келесі 20. Ауданы 400 см квадрат болатын шаршының ішіне дейді да. Бізде мынандай бір шаршы бар делік. Оның ауданы 400 болса, 400 деген ол 20-ның квадраты, яғни оның қабырғасы мына шеті 20, мына шеті 20 болады. Енді 3 және 5 см болатын неше тіктөртбұрыш орналастыруға болатынын табыңыз дейді. Мына есеп негізінде кейбір жерлерде 26, кейбір жерлерде 24 деп айтылады, бірақ дұрыс ответі 26 деп беріледі. Қарандар, қабырғалары 3 және 5 см болатын кішкентай тіктөртбұрыш десек, онда бұл тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Сонда 3 көбейту 5, ол бізде 15. Енді 400-ді осы 15-ке бөлеміз. 400-ді 15-ке бөлсек, бізде 26-да бір нәрсе шығады.
деп түсіндіреді көп жерлерде, бірақ оны былай шығаруға да болады. 24 деген вариант қайдан шықты десеңдер. Например, мынаның қабырғасы 20 болса, оған мына шеті 3, мына шеті 5-тен 4 штук қана саяды. 1, потом мына шеті 3, мына шеті 5, 2, 10 сантиметр кетті уже. Дальше 3, дальше 4. Сонда бір неге 4 шаршы сыяды. 5-5-5-тен. А бұлай 20 десек, онда 3 деп бізде 6 штук сыяды. Себебі 20-ны 3-ке бөлгенде бөлінбейді, 2 қалдық шығады, 18-ді 3-ке бөлгенде 6 шығады. Сонда бұлай 6 штук, и бұлай 4 штук сыяды. Сонда 6-ны 4-ке көбейткенде бізде 24 квадратик, тік төртбұрыш саяды деген сөз. Сонда жауабы Д болады. Осымен нұсқа талдауымыз бітті. Барлығын скринге жасап, түсініп алдыңдар деген ойдамын. Қай есептер түсініксіз, соны дауыстарыңды шығарып айтсаңдар болады. Қазір бізде конференцияның аяқталуына 3 минут қалды. Кімде қандай сұрақтар бар, қай есеп түсініксіз болды? 20-шы есеп дейді. 26 шығама дедім. Негізінде қазір мен талдап жатқан нұсқада 24 дейді. 24 шығу керек, бірақ көбінесе 26 деп айтады. Жаңағындай, последнейінде түсіндіргенде бұлай 6 штук сыяды, то есть 3 деп 18 шығады. Ал бұлай ұзындығы бойынша қарасақ, бізде 5 сантиметр ғой кішкентай квадраттың несі. 5 деп 20 сантиметрге 4-еуден сыяды. То есть 20-ны 5-ке бөлесіңдер, 20-ны 3-ке бөлесіңдер. Сонда бұлай 4-еу, бұлай 6-ау шығады. 4-ті 6-ға көбейткенде 24 шығады. Бірінші есеп дейді. Бірінші есепте бұлай шығарамыз, қараңдар. Керісінше шығарамыз бірінші есепті. Қараңдар, санжарда 14 деген сан шықты. Санжарда 14 деген сан шықса, біз оны наоборот шығарамыз. Мысалы, ол 6-ны азайтса, біз барамызда 6-ны қосамыз. Сонда 14-ке 6-ны қосқанда 20 шығады. Дальше, ол 4-ке көбейтсе, біз барамызда 4-ке бөлеміз. Сонда 20-ны 4-ке бөлгенде бізде 5 шығады. Дальше, ол 3-ке бөлсе, біз 3-ке көбейтеміз. Сонда 5-ті 3-ке көбейтсеңдер, 15 шығады. Дальше, ол 5-ті қосса, біз 5-ті азайтамыз. Сонда 15-тен 5-ті азайтқанда 10 шығады. Жауабы 10-ды варианты. Так, тағы да қандай есептер түсініксіз? Рахмет, апай. Хорошо. Сендерге де рахмет. Қызық есептер болды, рахмет. Рахмет. Оқашы. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір 30 секундымыз қалды екен. Сондықтан да рахмет кіргендеріне, қатысқандарына сау болыңдар. Сау болыңыз. Сау бол.